Трудовой договор жаңадан келген қызметкер болса мекемеңізге ең бірінші раздел учета, учет персонала, документы. Осы жерде трудовой договор, яғни еңбек шартын жасайсыз. Сбросить все окей басасыз. Бұл жерде сіздің мекемеңіздегі қызметкерлердің еңбек шарты көрсетіледі тізімде оң жағында. Жаңадан жасау үшін мышканың оң жағымен немесе жоғарыда көрсетілген жаңағы добавитті басып толтырасыз. Трудовой договордың номерін көрсетесіз. Қай күнмен жұмысқа қабылдайсыз көрсетесіз. Қызметкердің аты жөнін жазасыз құжат бойынша. Аты жөнін көрсетесіз. Категория на неопределенный срок деп таңдайсыз. Иінді жазасыз. Ары қарай реквизиты работника, документ, қандай документ негізінде толтырып отырсыз. Мына тізімге бассаңыз, стрелкаға бассаңыз, осы жерде құжат түрлері көрсетілген, өзіңізге керегін таңдайсыз. Бірақ в основном сіздерде жаңағы удостоверение личности болады, соны бірден жазып кетсеңіз болады. 91 деп жазсаңыз, удостоверение личности өзі шығады. Куәліктің номерін енгізесіз, берген мекемені жазасыз, берілген күнін көрсетесіз. Адрес деген жерде страна KZ деп жазып кетесіз. Қалған облыс, район толтыруға болады, немесе міндетті емес. Осы жаңағы KZ деп жазғанға дейін толтыру міндетті. Ары қарай предмет договора оплата деген бөлімге өтеміз, подразделение. Осы жерде біз ең бірінші жаңағы жұмысқа қабылдасқан қызметкеріміз қандай должностьқа келді көрсетеміз. Мысалы, педперсонал, должность организации, воспитатель. Профессиясы шығады сізде. Срок деген бөлімнен қараймыз. Бұл жерде еңбек шартымен жаңағы жұмыстың басталу уақыты бірдей болады. Условия труда. Қандай ставкаға жұмысқа қабылдап жатырсыз? 1 ставка ма, 0,5 ставка ма, 0,75. Осы жерге жаңағы қызметі бойынша ставка санын көрсетесіз. Воспитательдарда 5 күндік 24 сағат, ал работниктар немесе рабочийлар болса, енді кейбір районда 6 күндік жұмыс, кей районда 5 күндік жаңағы 40 сағат, немесе осы тізімнен өзіңізге керекті норманы аласыз. Төменгі жағында руководительді көрсетесіз. Мышканың оң жағымен сохранитті басып, подписқа басамыз. Еңбек шарты жасалғаннан кейін міндетті түрде мышканың оң жағымен подготовить приказ о приеме на работу, жұмысқа қабылдау бұйрығын жасаймыз. Приказның номерін жазасыз. Табельный номер деген жерде стрелкаға бассаңыз, осы жерде бос табельный номер бар, тізімде көрсетілген, таңдап сохранить. Так, дополнительно вкладкасында егер де совместитель болса, басқа мекемеден негізгі жұмысы бар, бірақ сіздің мекемеңізде де қосымша жұмыс жасаса, сіз совместитель деген жерге галочка қойып кетесіз. Ал егер тек қана сіздің мекеменізде жұмыс жасаса, онда ешнәрсе көрсетпейсіз. Табельный номерді көрсетіп, сохранить етесіз, мышканың оң жағымен подписқа басасыз. Приказ о приеме на работу жасап болдыңыз, подписті қойдыңыз. Енді работниктармен, сіздерде работниктар ғана ғой, енді рабочийларға жасалынбайды. Кіші қызметкерлерге, барлық работниктарға личная карточка дегенді басасыз. Осы жерде подпись батырмасын басқаннан кейін личная карточкаға басып, қызметкердің стажы мен білімін көрсетеміз. Личная карточка осы приказдан бірден кіріп толтырсаңыз болады, немесе документыға барасыз, сол жерде личная карточка деген жеке құжат көрсетіледі. Соған кіріп толтырсаңыз болады.
личная карточка немесе жаңағы приказдан связанный қылып бірден алсаңыз болады. Осы жерде пол место рождения стрелкаға басамыз, трудовая книжка стажи. Осы жерде біз изменитті басамыз мышканың оң жағымен и қызметкеріміздің стажын көрсетеміз. Қанша жыл ол кісіде стаж бар. Бұл жерде жаңағы стаж по состоянию на 29.09 деп тұр ғой. Сол датаға стажын көрсетесіз. Қанша жыл, ай, егер күні болса күнін жазасыз. Болғаннан кейін қайтадан стрелкаға басып, образование, специальность, квалификация дегенге өтіп, осы жерде білімін көрсетеміз. Бұл жерде мышканың оң жағымен добавить строку немесе жоғарыда плюсты басасыз. Сізде осылай строка шығады. Образование высший болса, жоғары болса 0,6, средний болса 0,4 деп жазасыз. Және основной деген жерге міндетті түрде галочканы қоясыз. Сохранить. Осылай бізде жеке карточка жасалады. Егер қызметкеріңізде жаңағы педмастерство болса, раздел учета, учет образования. Кейбір мекемелерде іс жүргізушілер толтырады, кейбір мекемеде жаңағы заучтар толтырады. Сондықтан түсіндіріп өтемін. Раздел учета, учет в образовании, документы о присвоении квалификации педмастерства. Жаңағы жұмысқа қабылданған қызметкеріңіз бойынша модератор, исследователь сияқты куәлігі болса, осы жерден қосасыз. Міне, добавить жоғарыда немесе мышканың оң жағымен басасыз. Документ номерін енгізесіз. Так, табельный номеріміз бізде 0103 болды ғой деймін. Немесе стрелкаға басып, тізімнен таңдап алсаңыз болады өзіңізге керегін. Квалификациясын көрсетесіз, берген мекемені жазасыз. Мысалы, отдел образования. Қай кезде берілді, қай кезге дейін жарамды. Мышканың оң жағымен сохранитті басып, подписқа басамыз. Осылай жаңағы педмастерстволарды толтырамыз. Жалпы системада кез келген құжатты ашқан кезде қалай толтыру керек, ұмытып қалған жағдайда, түсініксіз болған жағдайда мышканың оң жағымен, қазір мынау сақталсын, помощь батырмасын бассаңыз, сізде ашып отырған құжатыңыз бойынша қазақша, орысша видеоролик және инструкция беріледі. Соны көріп бір толтырып алсаңыздар болады. Так, педмастерствосын егер бар болса енгіздіңіз, жоқ болса, біз ары қарай раздел учета, учет персонала, документы, жаңадан келген қызметкерді протокол по стажуға қосамыз. Бұл протоколға да тек қана работниктарыңыз енеді, кіші қызметкерлер протокол по стажуға енгізілмейді. Сіздерде протокол по стажу бірінші қыркүйекке болу керек. Бірінші қыркүйекке барлық қызметкерлеріңізге жасалу керек. Одан кейін жаңадан келген қызметкерге қай күнмен келді, сол күнмен, қай күнмен жұмысқа қабылдадыңыз, сол күнмен протокол по стажу тек қана жеке сол кісіге жасайсыз. Мысалы, 29 деп көрсеттік. Добавить строки списком немесе добавить строку өзіңізге қалай ыңғайлы таңдап аласыз қызметкеріңізді. Егер добавить строки списком десеңіз, барлық қызметкеріңіздің тізімі шығады. Сол жерден егер бірнеше қызметкер болса, таңдап алып көрсетсеңіз болады. Осылай. Біз жаңа образованиесін толтырдық, педмастерствосын толтырдық, стажын жазып кеттік. Сонда протокол по стажуда барлығы қалғаны автомат түрде шықты. Коэффициенті берілген данный бойынша автомат түрде қойылды. Осы сіздің тарификацияңыздағы коэффициентпен сәйкес келу керек. Төменгі жағында протокол по стажуды руководительді көрсетсеңіз болады, немесе іс жүргізуші кім жасады, көрсетіп, мышканың оң жағымен сохранитті басып, подписқа басасыз. Осылай бізде жаңадан келген қызметкерге жасалатын құжаттар тізімі, еңбек шарты, жұмысқа қабылдау бұйрығы, жеке карточкасы, одан кейін егер де куәлігі болса, педмастерство модераторлығын толтырамыз, одан кейін міндетті түрде протокол по стажу жасалу керек. Сұрақ бар ма осы жасалынған құжаттар бойынша?
саламатсыз ба? сәлеметсіз бе? Осыны фавориттеші, иә, декреттен жұмысқа түскен кісілерді әйелдер не қыламыз ба? Қайта қосамыз ба? Или олар завучтар өзі не қыла ма? Қоса ма? Декретациялар бойынша қазір түсіндіремін, жақсы. Білімін қалай саламыз? Раздел учета, учет персонала, документы, личная карточка. Жеке карточка деген құжат болады. Соған кіресіз, ок басасыз. Тізімге кіріп, өзіңізге керекті қызметкерді тауып аласыз. Кімнің білімін көрсету керек. Міне, осы жерде барлық қызметкерге ашылады сізде. Керек қызметкерді тауып аласыз. Бұл жерде кіші қызметкерлерге көрсетілмейді, тек қана работниктарға. Стрелкаға басып, трудовая книжка стажы деген жерге стажын жазамыз. Образование, специальность, квалификация деген жерге білімін көрсетеміз. Изменить мышканың оң жағымен изменить батырмасын басамыз. Сіздерде мына жерде пустой болады. Мышканың оң жағымен добавить строку. Основной деген жерге галочка қоясыз. Образованияға 0,6 жоғары, 0,4 среднее образование. Соны көрсетесіз. Так. Бұл бізде жұмысқа қабылдау бойынша. Ары қарай. Так, келесі. Егер қызметі ауысқан қызметкерлер болса, иә, мысалы, заведующий, бұрын воспитатель болды, одан кейін заведующий, немесе сторож болып, одан кейін уборщик помещения болған сияқты әртүрлі жағдайлар болады ғой. Негізгі қызметті ауысса, біз дополнительное соглашение к трудовому договору деген құжат жасаймыз бірінші. Сбросить все, окей басасыздар. Мышканың оң жағымен добавить. Документ номері, қай күннен приказ шықты, қызметі ауысу туралы, мысалы, 15 қыркүйектен. Работникті таңдаймыз. Категория барлығына на неопределенный срок деп таңдайсыздар. Ол декретницаның орнына келсе де, уақытша қызметкер болса да, на неопределенный срок деп таңдаңыздар. Қазір көрейік, біз таңдаған қызметкер қандай должностьта жұмыс жасайды екен. Музыкальный руководитель дейді, жақсы. Подразделениеге кіріп, біз бұл кісіні, мысалы, административный персоналға, оның ішінде методистқа, ол кісі, мысалы, негізгі қызметі ауысып жатыр, иә. Методисті таңдаймыз. Срок жаңа 15 қыркүйек қалады. Условия труда қандай ставкада жұмыс жасайды, сол қызметте, жаңа қызметте ставкасын көрсетеміз. Руководительдің табельный номерін жазамыз. Мышканың оң жағымен сохранить, подпись батырмасын басамыз. Енді доп соглашение жасалғаннан кейін міндетті түрде мышканың оң жағымен подготовить приказ о переводе на другую работу деп жасаймыз. Бұл приказды жеке мына жерде жасамаймыз. Ол қате болады, ол дұрыс емес. Міне, доп соглашение жасадыңыз, мышканың оң жағымен подготовить приказ о переводе на другую работу деп жасайсыз. Приказдың номерін көрсетеміз. Осы жерде міне көрсетіліп тұр, мысалы, музыкальный руководитель болды, методистқа ауысты. Табельный номері 004 сол қалды. Основание для перевода доп соглашение немесе заявление деп көрсетсеңіз, өтініш деп жасаңыз болады. Сақтап, подписқа басамыз. Жасалынған приказдарды списокқа кірсек, бізде қызыл болып тұрады, оны бухгалтер қабылдағаннан кейін ол ақ түске өзгереді, қате емес. Осылайынан қызметі ауысты ма қызметкердің, қай күнмен приказ шықты, сол күнмен протоколды ашасыз да протокол жасайсыз. Так, қызметі ауысу туралы түсінікті ма сіздерге? Келесі совмещение, одан кейін жаңағы ставкасы бойынша түсіндіремін. Так. Келесі, основной должности бар, қосымша тағы да совмещение беріледі, бұйрық бойынша. Документы, приказ о совмещении должностей. Бұйрықты ашамыз.
сбросить все. Окей. Жасалынған приказдарды тізімнен көресіз. Жаңадан бастау үшін осы отдельный запись жағына өтіп, добавитті басамыз. Приказдың номерін көрсетеміз, датасын жазамыз, табельный номері таңдаймыз қызметкерді. Немесе мына стрелкаға басып тізімнен таңдап алсаңыз болады. Начало работы бізде жаңағы приказдың датасымен бірдей болады. Қандай қосымша қызмет алып жатыр. Мысалы, біздің қызметкеріміз воспитатель, қосымша административный персоналда. Методист деп көрсетейік тағы да. Бұл жерде екінші табельный номер беріледі. Тізімге кіріп, таңдаймыз бос табельный номерді. 005 ол кісінің воспитатель ретіндегі табельный номері болады. 0103 методист ретіндегі табельный номер. Дополнительно вкладкасына кіріп, методист ретінде қандай ставкада жұмыс жасайды. Мысалы, 05 ставкада. Деп көрсетесіз, сохранить, подпись басасыз. Одан кейін міндетті түрде осы методисттығына қызметкердің 0103 табельный номеріне протокол поставлю жасаймыз. 20 сентябрьмен бұйрық шықты ма, протокол поставлю 20 сентябрьмен тек қана осы қызметкер қосылады. Так, бұл бізде совмещение. Егер жаңа сұрақ қойылды, егер ставкасы өзгеретін болса, документы, приказ об изменении режима работы. Ставкасы ауысса, жаңағы жұмыс істеу режимі ауысса, осы жерден көрсетесіз. Мышканың оң жағымен добавитті басасыз, приказ номері, қай датамен ставкасы ауысу туралы бұйрық шықты. Датасын жазасыз, қызметкерді таңдайсыз. Мысалы, воспитатель установиться жаңағы датаны көрсетеміз. Выход на работу ол кісіде бұрынғы нормасы қалды, тек қана уже бір ставкада емес, мысалы 0,5 ставкада жұмыс жасайды. 0,5 деп көрсетесіз. Тақтайсыз, подписқа басасыз. Осылай ставкасы ауысқан жағдайда осы бұйрық жасалынады. Приказ об изменении режима работы. Немесе қосылған болса ставка осы жерден көрсетесіз. Келесі сұрақ бар ма? Совмещение, доп соглашение бойынша, жаңағы ставкасы ауысу туралы бойынша сұрақ бар ма? Тәрбиешіге 0,5 тағы да қосылған болса, осылай көрсетеміз ба? Совмещение. Иә, жоқ, ол кісі өзі воспитатель бір ставкада жұмыс жасап жүр. Воспитатель, да, я қасындағы воспитательдің орнында какой-то период 0,5 отрабатывать. Қалай болады сол? Совмещение. Ол қалай болады сізде? Замен ба или ставкасы уақытша беріліп тұр ма? Замен. Замен болса табельде көрсетесіз. Бұл жерде көрсетпейміз, иә? Иә, жоқ, негізі ол мысалы бір айдың ішінде ма или бір айға толығымен ба? Жоқ, бір айдың ішінде ғой, просто какой-то период на определенный. Иә, онда табельде көрсетесіз, онда қоймайсыз. Жоқ. Иә, егер де сіз бұл жерде көрсетсеңіз, онда ол табельге толық айға шығып кетеді. Көрсеткен күніңізден бастап. Сондықтан заменді тек табельде көрсетеміз. Так, келесі отпуск. Жаңағы декретке кететін қызметкерлер, иә, немесе декреттен шығатын. Приказ о предоставлении отпуска. Не отпуск, приказ о предоставлении отпуска бұйрыққа кіреміз. Осы жерде. Окей. Так, барлық отпуск түрлері, мысалы, мышканың оң жағымен добавить деп аламыз. Категория жыл сайынғы еңбек демалысы, жалақысы сақталмайтын жаңағы без сохранения заработной платы, БС-ға кетсе, бала босануға кетсе, по беременности родам, және бала күтімімен 3 жылға кетсе, негізгі жасалатын отпуск түрлері осылар. Осы жерде категориясын таңдап аласыз. Қызметкердің табельный номерін көрсетесіз. Мысалы, кетіп жатқан қызметкерді қай күннен бастап ол кісі кетеді декретке или отпускқа күнін көрсетеді, және қай күнге дейін. Мысалы, бұл 3 айға кетеді. 29.09.
январь деп ала салайық. 1 январьдан деп. Мысал ретінде бұл жерге сіздер күндеріңізді қоясыздар, бұйрық бойынша шыққан. Одан кейін мына жерде датасы дұрыс болмай кетті. Все, міне 26 деп көрсеттік, 95 күн деп календарный күні шықты. Сақтайсыз, подписқа басасыз. Бұл жаңағы бала босануға кеткен жағдайда, бала күтіміне кетсе, без сохранения заработной платы по уходу за ребенком деп таңдайсыз. Ол жерде уже 3 жылға кетеді. Мысалы 29.09.2028 деп аласыз. Сақтайсыз, подписқа басасыз. Осылай отпускқа жібересіздер. Ал егер отпусктан жаңағы декреттен шығып жатқан болса, егер өз уақытымен шығып жатса, онда системада ештеңе жасамайсыз. Ал егер уақытынан ерте шықса, онда приказ об отзыве из отпуска отозвать етесіз. Осы бұйрық арқылы приказ об отзыве из отпуска деп жасайсыз. Бұл жерде окей. Добавить деп басасыз. Приказның номерін көрсетесіз, датасы, қайтарып жатқан қызметкерді таңдайсыз. Мысалы, бізде қазір білмейміз ғой кімде бұл мекемеде кімде отпускта жүр. Сондықтан ол бізде шықпайды. Мына жерден қай күннен бастап сіз шақырасыз, отозвать етесіз, қайтарасыз артқа, соны көрсетесіз. Мына жерде таңдайсыз. Компенсация төленеді ма, жоқ әлде екі жақтың келісімі бойынша потом ол күндер қайтадан беріледі ма деген сияқты. Егер білмесеңіз, оны бухгалтерден сұраңыз, жарай ма? Осы жерде сізде ол кісінің өзінің жаңағы отпусқа кету бұйрығы бойынша отозвать еткен кезде бұйрығы шығады. Жаңағы отпусқа жібергендегі бұйрық. Егер бар болса. Одан кейін соны сақтап, подписқа басасыз. Бұл егер уақытынан ерте шыққан жағдайда. Ал егер өзінің уақытымен шығып жатса, онда системада еш нәрсе жасамайсыз. Сұрақ бар ма? Так, одан кейін листок нетрудоспособности. Еңбекке жарамсыздық қағазы. Толтыру үшін мышканың оң жағымен добавитті басасыз, сериясын көрсетесіз. Оның барлығы жаңағы еңбекке жарамсыздық парағында көрсетілген. Номерін жазасыз. Қай күнмен сіз толтырып жатырсыз. Мысалы, бүгін сізге әкеліп берді. Вид отсутствия 512 деп қойып кетсеңіз болады. Всегда 512 болады. Немесе ссылкаға басып соны таңдайсыз. Табельный номер ауырып жатқан қызметкерді көрсетесіз. Қай күннен қай күнге дейін ол кісі больничныйда болды. 2025. Мысалы, 28.09.2025. Диагноз бен медучреждение толтыруға міндетті емес, бірақ толтырамын десеңіз, тізімден өзіңізге керегін таңдап аласыз. Сақтайсыз, подписқа басасыз. Осылай еңбекке жарамсыздық қағазын енгізесіздер. Сұрақ бар ма? Декретницалар бойынша отпуск больничный. Так, сұрақ жоқ болса, онда Больничный бойынша қойып жіберейінші жаңағы листок трудоспособности. Мысалға, айдың аяғында табель толтыратын кезде больничный келесі айға жалғасып кетеді, больничный алып келмейді. Сериясын, номерін дегендерін қаяқтан толтырамыз? Толтырмай жібере беруге болады ма? Қолыңызға келген кезде бірақ толтырасыз. Егер осы айда сізде бастап ауырып, оны келесі айда келетін болса, қызметкеріңіз осы айда жаңағы больничныйды енгізбейсіз, толық жалақысын алады. Келесі айда кісіде жаңағы перерасчет болады. Больничныйды енгізесіз, корректировка табелі жасалады, өткен айдыкін ұстайды да, больничныйын төлеп береді. Понятно. Так, раздел учета, труд и заработная плата. Кей мекемелерде іс жүргізушілер табель түсіреді, кейбіреуінде енді заведующиялар түсіреді табельді. Сондықтан мен қазір табель учета времени қалай табель түсіру керектігін түсіндіріп өтемін. Табель бізде раздел учета, труд и заработная плата деген разделда көрсетілген. Документы, сол жерде
Табель учета времени болады. Не, қайталаймын. Раздел учета, труд и заработная плата, документы, табель учета времени. Табель түсіреміз. Түсірілген табельдер тізімі списокқа кіріп, осы жерден көре аламыз. Так, мекемеде уже табель түскен екен. Біз қазір келесі айға жасайық, өйткені осы сентябрь айына жасасақ, табель шықпайды, өйткені уже бар системада. Бұл кісіде уже табель түсірілген. Сондықтан добавить деп басамыз табель түсіру үшін. Подразделение таңдап аласыз. Административный персонал, педперсонал, техперсонал. Жеке-жеке түсірсеңіз болады, немесе барлығын бір табельге түсірсеңіз болады. Табель айдың соңғы күніне жасалады. 30-шы 42 табель болғандықтан біз қазір 31-ші қазанға жасаймыз. За октябрь мышканың оң жағымен добавить строки списка. Осы жерде таңдаған подразделение бойынша біздің қызметкерлер шығады. Табель түседі. Төменгі жағында табельді түсіріп отырған қызметкер, яғни нормировщик өзін көрсетеді. Мышканың оң жағымен сақтап, подписқа басамыз. Немесе қазір барлық қызметкерге түсірсек болады. Егер барлығына түсіретін болсақ, онда біз подразделение көрсетпейміз. Добавить строки списка, бір айда бір ғана табель болады. Осылай түседі бізде табель. Міне, мысалы 4 дегеніміз ол 0,5 ставкада жұмыс жасайды. 4-8 дегеніміз бұл воспитательдар. Мышканың оң жағымен сақтайсыз. Пересчитать да деп басасыз. Одан кейін қайтадан сақтау батырмасын басып, подписқа басамыз. Осы жерде жаңағы жұмыс күндері, сағаттары көрсетілетін болады. Так, сіздерде техперсоналға табельді кім түсіреді? Жақсы, сақтап, ары қарай подписқа басасыздар. Сонымен сіздерде табель дайын. Техтарға түсіресіздер, иә? Онда қараңыздар, техперсоналға түсіретін болсаңыздар, сторождар болады сіздерде, график бойынша жұмыс жасайды ғой. Осы жерде көрсетесіздер. Мысалы, міне 3 сторож тұр, 10 күн, біреуі отпускта болды. График бойынша сіздерде 2 сторож жаңағы кезек-кезек жұмыс жасайды. Одан кейін біреуі бір күн істеп, 2 күн демалып жұмыс жасайды. Графикпен түсіресіздер сіздер. Солай ма? Мысалы, мышканың оң жағымен показать детально деп басасыз. Явка на работу, ол жалпы сағат саны көрсетіледі. Мысалы, кешке ол кісі кешке келеді жұмысқа, таңертең шығатын болса, 16 есептейсіздер жалпы сағат санын. Одан кейін соның ішінде қанша сағаты ночной көрсетесіз. Осылай сіздерде жаңағы сторождарды график бойынша түсіресіздер. Мысалы, мына қызметкер бізде оны демалды. Ары қарай келесі күні екінші сторож шығады. Басқа сторож демалады. Осылай жаңағы демалатын күндерінде 8-ді алып тастайсыздар. Қалған күндерін жаңағы график бойынша қанша сағат жұмыс жасайды, оның ішінде қанша сағаты ночной көрсетесіздер. Явка на работу ол жалпы сағат саны, оның ішінде ночной сағаты. Және басқа қызметкерлер бойынша, мысалы, бір қызметкер ауырып қалып, больничныйда болды, отпускта болды, соның орында, мысалы, замен болса, показать детально сол қызметкерді аласыз, қай күні замен болды, сол жерге курсорды қойып, мышканың оң жағымен, жаңағы мышканың оң жағымен показать детально деп бастыңыз, и явка на работу, ночной, одан кейін үшінші тұрған стрелкаға бастаңыз, замена штата деген болады. Соған жаңағы 50% төленеді ғой. Егер ол кісі өзі табельге 4 деп түссе, сіз оны 50%-ын қоясыз. 8 деп түссе, 4 деп қоясыз. Сонда сізде осылай шығатын болады. 4 дроп ЗШ 2. Сол сияқты қанша күн ол кісіде замен болды, сол күндерге осылай қойып шығасыз.
артынан сақтап подписқа басамыз. Сұрақ бар ма? Табель бойынша. Так, бүгінгі Zoom іс жүргізушілерге осы қалай жұмысқа қабылдау керек, жаңағы қызметі ауысқан, қосымша қызмет берілген, декретке кеткен, больничный и табель бойынша сіздерде Zoom өтті. Сұрақ бар ма осылар бойынша, протокол по стажу бойынша? Осы жаңа сіздің түсіндіргеніңіз бойынша нұсқаулықтар бар ма, инструкциялар Қандай, платформаның ішінде? иә, қандай, мысалы кез келген құжатты ашасыз, табель болса табель, или не толтырып отырсыз, соны ашасыз да мышканың оң жағымен помощьты басасыз. Сол кезде сізде ашып отырған құжатыңыз бойынша қазақша, орысша видеоролик төменгі жағында осындай жазбаша инструкция берілген. Қосымша осы Zoom-ды жібереміз чатқа. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болмаса Zoom-ды аяқтайық. Қатысқандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта сұрақ туындаса, чаттарыңыз бар, сол чатқа жазасыздар. Сау болыңыздар.